Сәлем достар, сіздермен Алима. Бүгін сіздерге ерекше дәмді, дастарханда ерекше көрінетін бюджетный, яғни өте арзан бағаға жасауға болады, қолжетімді бағаларға жасауға болатын салатын рецептімен бөліскім келіп отыр. Сіздермен міндетті түрде жасап көріңіздер. Бұл салатты біз астау қылып үлкен тойларда жасадық. Керемет, барлығын көңілінен шыққан салаттардың бірі. Бізге керекті ингредиенттер: қызыл бұрыш, қара бұрыш, брынза. Мен петрушка қосып жатырмын. Негізінде кинза қосаңыздар дәмдірек болады. Біздің үйдегілер жақсы көрмегеннен кейін мен петрушка қосып жатырмын. Қияр, помидор, чесночные стручки, тәтті перец и жартылай ащы перец. Уксус қосамын 70%, и соя қосамын. Соя менікі корейский. Кез келген сояны қосуға болады. Алдымен помидорымызды кесіп аламыз. Помидорымызды ортасынан бөліп, түбетегін алып тастаймыз. Содан кейін помидорымызды тура видеодағындай долька деп қоямыз. Орыс тілімен айтқанда солай кесіп аламыз помидорымыздың барлығын. Енді қиярымызды кесеміз. Қиярымызды тура видеодағындай кесіп аламыз. Қиярымыздың ортасынан бөліп, и қиғашынан кесіп аламыз барлығын. Тәтті бұрышымызбен жартылай ащы бұрышымызды қиярды кескендей қылып, қиғаштап кесіп аламыз. Петрушкамды мен турамаймын. Егер қаласаңыздар, турасаңыздар болады. Мен әдемі көріну үшін петрушканың бастарын жұлып аламын да сабақтарын ғана қалдыратын боламын. Чесночный стручкамызды да тура видеодағындай турап аламыз. Брынзамызды тураймыз, тура видеодағындай турап аламыз. Өте жұқа қылып жібермеңіздер. Жұқа қылсаңыздар қуырған кезде сіздердің брынзаларыңыз қатып қалатын болады. Егерде қалың қылып жіберсеңіздер, сіздердің брынзаларыңыз әдемі көрінбейді. Видеода барлығы нақты көрсетіліп тұр, қаншалықты жұқалығын, қаншалықты төртбұрышты қылып турап жатқанын тура видеодағындай қылып брынзаларымызды турап аламыз. Турап алған помидор, қиярымыз, чесночный стручкамызды барлығын бір ыдысқа салып аламыз. Менің салған ыдысым кішірек болды да, мен үлкенірек ыдысқа салдым, бізге араластыруға ыңғайлы болатындай. Қызып тұрған сұйық майымызға турап қойған перецтерімізді салып, үстіне қызыл бұрыш, қара бұрыш, тұзымызды салып, жақсылап 1-2 минут араластырып қуырып аламыз. 2 минуттан артық қуырмаймыз. 2 минуттан кейін біз газымызды өшіреміз. 1,5 қасық соямызды құямыз салатымыздың үстіне. Содан кейін уксусымызды 1-2-3 тамшы ғана құятын боламыз. Егер де сіздердің салаттарыңыз өте көп үлкен мөлшерде болса, онда 1 қасық кішкентай қасықпен салсаңыздар болады. Енді ыстықтай бұрыштарымызды салатымыздың үстіне саламыз. Содан кейін барып петрушкамызды салып жақсылап араластырамыз. Қолымыздың көмегімен араластырамыз. Егер қасықпен араластырсаңыздар қызанақтарыңыз езіліп кетуі мүмкін. Сол себептен қолымыздың көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Салатымыз дайын. Салатымызды жақсылап араластырып алдық. Дәмі өте керемет, ерекше, түрі де өте әдемі. Енді салаттарымызды осындай табақтарымызға саламыз. Содан кейін барып брынзамызды бетіне қоямыз. Брынзамызды қазір қалай қуырып, қалай жасалуын көрсететін боламын. Брынзамызды қуырамыз. Ол үшін бізге таза сковородка керек, таза сұйық май керек. Сұйық майымызды құямыз. Яғни сұйық майымыз қолданбаған болу керек. Сұйық майымызды құйып, жақсылап қыздырамыз. Қызып тұрған сұйық майымызға брынзамызды салып, екі жағын 1-2 минуттан қуырып аламыз. Өте тез қызарып қуырылады. Екі жағын жақсылап қызартып қуырып аламыз. Салатымыздың үстіне әдемілеп брынзаларымызды қоямыз. Дәмі деген өте ерекше, енді сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Негізінде бір осындай табақ салатқа брынзамызды 4-5 қойсаңыздар жетеді жоғарғы жағына. И мен кішкене әдемілік үшін кунжут себетін боламын. Тек жоғарғы жағына кішкене ғана. Сіздер сепе қойсаңыздар болады. Оның бәрі әрине өз қалауларыңызбен қалай әрлегілеріңіз келеді, солай әрлесеңіздер болады. Егер де сіздерге менің салатым ұнаса, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп кетіңіздер, лайк басып отырыңыздар, комментарий жазып отырыңыздар. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Сіздермен бірге болған Алима Жарымбекқызы.